Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жеміс-жидек қосылған қаймақ пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қажет құрамын міндетті түрде төменге жазып қоямын. Ұн, қаймақ, сары май, қант, жұмыртқа және де бізге разрыхитель қажет. Бұл бізге қамырын жасап алу үшін қажет заттар. Ең алдымен електен өткізілген ұнға осылай сары майды саламыз. Сары май бөлме температурасында еріген сары май. Қолмен үйкей отырып, барлығын біркелкі болғанша ұнтақ жасап шығамыз. Егер де сары май ерімеген қатты болып тұрса, онда үкішпен өткізіп, осылай ұнтақ жасауға болады. Осылай ұнтақ етіп жасап алғаннан кейін үстіне қантты және де қопсытқыш, яғни разрыхительді салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді қаймақ пен жұмыртқаны саламыз. Яғни бізге бір ас қасық қаймақ қажет және де бір жұмыртқа қажет. Жұмыртқа қаймақты салып алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын езіп, кішкене бетінде қаймақ екеуін қолмен араластырып аламыз. Одан кейін барып қамыр илейміз. Яғни қамырдың басы бірігіп, қолға жабыспай жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Міне қамырымыз дайын, салафанға салып холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Жұмыртқа, қант, ұн, кез келген жеміс және де қаймақ қажет. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін қант пен ұнды қосып араластырып алу қажет. Сонда қаймақтың үстіне салғанда біздің ұнның түйіршігі қалмай біркелкі масса болады. Қаймақ пен жұмыртқаны біркелкі болғанша араластырып алып, үстіне қант пен ұнды саламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Кез келген жеміс қосуға болады. Мен шиені қостым. Шие менде дәнінен ажыратылмаған, сондықтан дәнінен ажыратып дайындап аламын. Барлығын дайындап алғаннан кейін диаметрі 24 см болатын форманы аламыз. Астына пергамент қағазын, не болмаса фольганы төсейміз. Жан-жағына май жағып алуымыз қажет. Енді осы формаға жаңағы холодильникте тұрған қамырды алып, барлық жеріне бір тегіс етіп жазып шығамыз. Жандарына бортик жасаймыз. Егер де қолға жабысқақ болып жатса қамырымыз, кішкене қолды ұнға батыра отырып, осылай жайып шығуға болады. Барлық жерінде қалыңдығы бірдей болуы қажет. Үстіне осы дайындап алған жемістерімізді салып шығамыз. Сіздер кез келген жеміс салсаңыздар болады. Құлпынаймен де әдемі шығады. Үстіне қаймақты құйып шығамыз. Бір жерден құймаймыз, өйткені жемістер жылжып кетуі мүмкін, сондықтан әр жерінен құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Ортасы былай қозғап көрген кезде бұлқылдап тұрған жоқ. Формасын жақсы ұстап тұр және сарғыш түс болғанша ұстаймыз. Толық суығаннан кейін ыдысқа түсіріп аламыз. Міне осымен пирогымыз дайын. Кесіп дәмін көрейік. Не кесілгенде осындай болып шығады. Астындағы қамыры да өте жұмсақ. Әсіресе шиенің дәмімен өте дәмді болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.